Сәлеметсіздер ма, құрметті көрермендер. Мен бүгін сіздерге осындай мына жауқазын сияқты тойбастарды көрсетейін деп отырмын. Ол үшін бізге мынандай қағаздан алдыменен осындай гүлдің бейнесін сызып үлгісін салып аламыз да, осыны осындай петель матасына салып, матаны осылай қиып алдым. Мен осындай 4 дана қиып алдым. Осы 4-еуін бұлай мына жерден біріктірдік міне. 4-еуін осылай қосып шықтық. Енді қосып алғаннан кейін осы жасыл жапырақшаларды осылай түбіне ұстып тігіп шығамыз барлығына. Жаңағы тігіп алған гүліміздің мен сіздерге размерін айтып жіберейін. Мына иенінің ең үлкен жері міне 15 сантиметр. 17-18 сантиметрден алсаңыздар, енді 18 сантиметр биіктігі 28 сантиметр. Енді мына біздің түбіміздің мына жерін өлшеп аламыз да, осыған 4 бұрышты саламыз түбіне. 14 сантиметрден міне. Осыны осылай 14 сантиметрден шет-шетіне мынаны түп қып салып шығамыз. Міне біз жауқазын гүлімізді міне тігіп болдық. Бұны енді мына жерден бауын келтіреміз. Іш жағынан былай шығып тұрған қылып бау таға саламыз, мұның арасынан былай көтеретін қылып. Сонда бұнымыз тура тірі гүл сияқты болып көрініп тұрады. Енді өзіңіздің қалауыңызға, өзіңіздің неңізге сәйкес фантазияңызбен мынаның шет-шеттерін түк қоймай, осындай сәндеп маржандар алқаларымен сәндеп шықсаңыз тіптен жақсы болады. Енді осындай қалталар, қоржындар сізге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийлеріңізді жазып, ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Міне осылай өзіңіздің қолдағы бар затыңызбенен осылай сәндеп шығасыз. Мына жерлеріне бестер бола ма, енді қандай да бір жақсы нәрсеменен осылай жылтырақпенен көз тартатындай қылып үсті жасап қойсаңыз да әдемі болып тұрады. Міне менің жасаған бүгінгі жұмысым осыменен аяқталып жатыр. Міне өздеріңіздің сүйікті адамдарыңызға, әжелеріңізге мысалы сыйлықты осы қорапшаға салып апарсаңыз, бұл ары қарайдағы қаншама ісіне жарайтын болады. Қандай тамаша болып шықты.